Ақтауда 12 миллион теңге тұратын есірткі заттары тәркіленді. Яғни 2300-ге жуық бір реттік дозалы есірткі тұтынушыларына жеткен жоқ. Сондай-ақ 10 сәуірде полицейлер қаладағы пәтерлердің бірінде тұратын 1997 жылғы 2 жас азамат ұсталды. Тексеру барысында олардан салмағы 460 грамм синтетикалық мефедрон есірткі заты, электрондық таразы, 30 дана пластикалық ыдыс бетперделері табылды. Ұсталған 2 адамға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабының 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталынды. Яғни адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша өткізу мақсатында аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз сатып алу және сақтау дерегі бойынша. Қылмыстық іс бойынша 2 айыпталушы Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128 бабының тәртібіне сәйкес ұсталынып, Ақтау қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот медициналық сараптама тағайындалды, қажетті жедел тергеу іс-әрекеттері жүргізілуде.